күндердің күнінде қасқыр мен аю дос болыпты. Bir күні екеуі хабарласып кездеспекші болады. Алло, аю досым, қайдасың? Қалайсың? Сәлем Қасекең, жақсы, өзің қалайсың? Мен сол үй жақта жүрген. Жай хабарластың ба? Жай хабарластым дегенде сені табиғат аясына серуендеуге шақырамын. Әрине, қай жерге барсақ болады? Сол табиғат аясына дала жаққа қарай. Жарайды. Екеуі кездеседі, әрі қарай әңгімелері жалғасады. Сәлем Қасекең, қалың қалай? Жақсы, өзің қалайсың аю досым? Жақсы. Мына табиғат аясы қандай керемет әсер еді. Шынында да. Сен өзіңмен аз-маз дәм алып келіпсің. Менің есімнен шығып кетіпті. Мен қарнымыз атқа шынап бердім оны табиғатқа серуендеп қайтуға. Мен келесіде алып келермін. Жақсы. Онда мен тамақтарымды жайықтан шығара берейін. Жақсы. Табиғат аясында тамақ қандай дәмді. Әрине Қасекең, бізге жиі шығып тұру керек екен. Мен саған келісемін. Табиғат әсем екен, және құстардың әуені өте әдемі екен. Жағымды құлаққа. Әрине. Екеуі екі жаққа кетеді. Ой, Жақсы. табиғат аясына қайтадан шықпадық па? Жақсы идея. Жақсы. Онда кешегі әдемі жерге жиналайық. Қазір. Күн жарқырап тұрса да көңіл күйлері болмайды. Өйткені алдындағы керемет жер қоқыс болып кеткен. Мәссаған, мына жерді кім шашып кеткен екен? Білмеймін Қасекең. Айтпашы, біз алдында өзіміздің қоқыстарымызды жинамай кетіп едік қой. Қасекең, мынау сенің пакетің емес пе? Енді не істейміз? Мына жер шашылып әдемі көрініп кетіп қалған ғой. Қоршаған ортамызды жинап жүрейік. Жақсы. Екеуі қателіктерін түсініп, айналасын жинап кетеді. Осылай Қасекең, жинап жүрейік. Мен саған келісемін. Келесіде өзіміз тап-таза табиғатқа шығатын боламыз. Өз аттарымызды жинап жүру керек. Досым, мен бір нәрсені түсіндім. Табиғаттың адамзатсыз күні жоқ, оны айтатын табиғаттың тілі жоқ. Табиғатты аялайық.